Сәлем оқушылар, 8-ші сынып алгебра номері 7-те 4-ші есепті қарастыратын боламыз. Есептің шарты бойынша берілген теңдеулердің түбірлерін табыңдар дейді. Бізге берілген x-тің квадраты азайту 6x плюс 8 тен 0 түріндегі квадрат теңдеу берілген. Бұл теңдеуді шығаруды ең алдымен берілген теңдеудің коэффициенттерін анықтап аламыз. А коэффициенті 1-ге тең, Б коэффициенті минус 6-ға тең, С бос мүше 8-ге тең. Енді дискриминант формуласын жазатын болсақ, Б квадрат минус 4АС формуласына орнына қойып, коэффициент А, Б, С мәндерін қоямыз да есептейміз. Яғни Б бізде минус 6 квадраты минус 4 көбейту А 1-ге тең, С 8-ге тең. Минус 6-ның квадраты 36, азайтылған 4 көбейту 1 көбейту 8 бізге 32 береді. Тең болады, 36-тан 32-ні азайтамыз 4. 4 дегеніміз оң сан болғандықтан, дискриминант егер оң сан шығатын болса, берілген теңдеудің екі түбірі болады. Яғни x1 және x2 түбірлерін анықтаймыз. Бірінші түбірін анықтауда минус b, минус түбірасында дискриминант бөлімінде 2a формуласымен анықталады. Орнына қояйық. Минус 6, минус түбірастында 4, дискриминант 4-ке тең болды. 2 көбейту a бізде 1-ге тең. Орнына қоямыз. 2 минус плюсті береді, оң сан шығады 6, минус түбірасты 4-тен 2 шығарамыз, 2 жерде бірім 2 болады, 6-тан 2-ні азайтсақ 4, 2-ге бөлеміз, 2, яғни бірінші түбірін анықтадық. Енді екінші түбірі x2 тең болады, минус b плюс түбірасында дискриминант бөлімінде 2a формуласымен анықталады. Орнына қоямыз. Минус 6 плюс түбірастында 4 бөлімінде 2 көбейту 1. 6 плюс түбірден 2 шығарамыз, бөлімінде 2, 8-ді 2-ге бөлеміз, 4 шығады. Демек, есептің жауабы 2 және 4 деген шешімді алады екенбіз. Бірінші түбірі 2-ге тең, екінші түбірі 4-ге тең. Екіншісі, x-тің квадраты азайтылған 12x плюс 11 тен 0 деген квадрат теңдеу берілген. А коэффициенті 1-ге тең, Б коэффициенті минус 12-ге тең, С бос мүше 11-ге тең. Дискриминант формуласыны b квадрат минус 4ac формуласы орнына қоямыз. Минус 12-нің квадраты азайту 4 көбейту 1 көбейту 11 тең болады. Минус 12-нің квадраты 144, азайту 4, 1, 11-дің көбейтіндісі 44-ге тең. 144-тен 44-ті азайтамыз, 100-ге тең болады, яғни ол оң сан болғандықтан x бірінші, x екінші түбірлерін анықтаймыз. Минус b, минус түбір астында дискриминант, бөлімінде 2a формуласын орнына қоямыз. Минус, минус 12, азайту түбір астында 100, бөлімінде 2 көбейту 1. Тең болады. 12 азайту 100-ден түбір 10 шығады, 2 бөлімінде. 12-ден 10-ды азайтамыз 2, 2-ні 2-ге бөлсек 1. Енді екінші түбірін анықтаймыз. Минус b плюс түбір астында дискриминант, бөлімінде 2a. Орнына қоямыз. Минус 12 плюс түбір астында 100, бөлімінде 2 көбейту 1. 12 плюс 10 бөлімінде 2 тең болады. 12 мен 10-ның қосындысы 22, 2-ге бөлетін болсақ 11. Есептің жауабы 1 және 11. Мына екі түбірін анықтадық. Түсіндіре алдым деп ойлаймын. Егер сұрақтар болса, комментарийге қалдырып отырамыз. Үшіншісі, 3y-тің квадраты азайту 8y плюс 4 тен 0 түріндегі квадрат теңдеу берілген. Коэффициенттер А коэффициенті 3-ге тең, Б коэффициенті минус 8-ге тең, С бос мүше 4-ге тең. Дискриминант формуласын жазамыз. Б квадрат минус 4ac. Орнына қоямыз. Минус 8-дің квадраты, минус 4 көбейтілген 3 көбейтілген 4. А және С-ның орнына қойып шықтым. Минус 8-дің квадраты болады 64, азайту 4, 3, 4-тің көбейтіндісі 48-ді береді. 64-тен 48-ді азайтатын болсақ, 16. 16 оң сан, яғни мына берілген квадрат теңдеудің екі шешімі болады. Егер бастапқыда x айнымалысы берілетін болса, онда x1, x2-ні анықтаймыз. Ал егер y айнымалы берілетін болса, ол жағдайда y1, y2-ні анықтайды екенбіз. Формуласын жазайық. Минус b минус түбірасында дискриминант бөлімінде 2a формуласымен анықталады. Орнына қояйық. Минус минус 8, азайту түбір астында 16, бөлімінде 2 көбейтілген 3. Яғни а бізде 3-ге тең. Жақшаларды ашып ықшамдаймыз. 8 азайту түбір асты 16-тан 4 шығады, бөлімінде 2 жерде 3-ім 6 болады. 8-ден 4-ті азайтсақ 4, бөлімінде 6, егер 2-ге қысқартатын болсақ, 3-тен 2 деген шешімді аламыз.
Енді екінші түбірі минус b плюс түбірасында дискриминант бөлімінде 2a формуласымен анықталады. Орнына қойып шығамыз. Минус 8 плюс түбірастында 16 бөлімінде 2 көбейтілген 3. Тең. Жақшаларды ашамыз. 8 қосу 4 бөлімінде 6. 8 бен 4-тің қосындысы 12 болады. 16-ға бөлетін болсақ 2 болады. Демек, есептің жауабы 3-тен 2, екінші түбірі 2-ге тең екен. Мына есептің жауабы. Сұрақтар болса, комментарийге міндетті түрде жазып отырамыз. Төртіншісінде минус 2y-тің квадраты плюс 9y минус 10 тең 0 түріндегі квадрат теңдеу берілген. Коэффициенттер: а коэффициенті минус 2-ге тең, б коэффициенті 9-ға тең, с бос мүше минус 10-ға тең. Дискриминант формуласын жазамыз. b квадрат минус 4ac формуласы. Орнына қоямыз. 9-дың квадраты азайтылған 4 көбейтілген минус 2 көбейту минус 10. 9-дың квадраты 81, азайту 4 минус 2 және 10-ның көбейтіндісі 80-ді береді. 81-ден 80-ді азайтсақ, ол 1-ге тең. Бір саны 0-ден үлкен. Сондықтан берілген квадрат теңдеудің 2 түбірі шығады. Y бірінші түбірі формуласы минус b минус түбір астында дискриминант бөлімінде 2a формуласымен орнына қойып шығамыз. Минус 9 минус түбір астында 1, 2 көбейту минус 2 орнына қойдым. Минус 9 түбір асты 1-ден 1 шығады. 2 мен минус 2-нің көбейтіндісі минус 4 болады. Минус 9 минус 1 минус 10-ды береді. Минус 4-ке бөлеміз. 2,5-ге тең. Y екінші түбірі минус b плюс түбір астында дискриминант формуласы бөлімінде 2a орнына қойып шығамыз. Минус 9 плюс түбір асты 1-ден 1 шығады. 1-ден жазып кетем. 2 көбейту минус 2 тең. Минус 9 плюс 1 минус 8-ді береді. 2 мен минус 2-нің көбейтіндісі минус 4-ді береді. Минус 8-ді минус 4-ге бөлетін болсақ, жауап 2 шығады. Демек, есептің жауабы 2,5 және 2 деген түбірлерін анықтадық. Бүгінгі видео сабақтағы 7-4 есеп барлықтарыңызға түсінікті деп ойлаймын. Егер сұрақтар болса, комментарийге қалдырып отырамыз. Егер түсінікті болса, оны да жазып кетіңіздер. Достарыңызбен бөлісіп, видеоға лайк басуды ұмытпаңыздар.